сәлем көрермен, сіздермен бірге мен Арау Санхан. Менің арнама қош келдіңіздер. Жаңа жыл құтты болсын, келіп жеткен әз наурыз құтты болсын, жаңа жыл жаңа табыс әкелсін. Кеше ғана өзім Астанадан келдім, общагадан үйге келіп адам болып жатырмын. Осындай видео түсіріп жатырмын. Жалпы қазіргі таңда тақиялар кәдімгідей модада болып жатыр. Не себепті сондай өз қолымыздан жасамасқа. Сонымен тезірек бастайық. Сонымен мен дайын тақияларды, яғни өзім тауып алдым. Үйден білесіздер ғой, той бастардан келеді, немесе қонақтардан келеді. Сондай тақияларды тауып алдым да, әдемі деген. Соларды қазір өзгертетін боламын. Түрлі моншақтарды сонда іздеуге кірісіп кеттім. Жалпы сол күшті жол деп ойлаймын. Екі тақия таптым. Сонымен іздеп мен осындай ақ әдемі моншақтарды таптым, шылтырлақ. Және бір киімнен қалып кеткен ба осындай цеп таптым. Білесіздер, қазір цеп өте танымал элемент. Сонымен тақиямызды өзгертуді бастайық. Алдымен мен осы қырларындағы оюларды алып тастағым келіп тұр. Ішкі жағы дәл сондай қара матадан екен, сондықтан қорықпай ала бердім. Өте көп уақыт алды осы оюларды алу, бірақ осындай әдемі нәтиже шықты. Келесі ол осындай қалдықтарды, қалып кеткен жіптерді скотчпен алып, яғни жабыстырасың, сосын аласың, сол кезінде кішкентай жіптер алынады. Сөйтіп тазалап алдым. Ал келесі кезекте осы моншақтарды тігу. Мен әр бұрышқа, яғни 4 моншақ тіктім. Осылай 4 моншақты тіктім. Келесі кезек жаңағы цепті тігу. Яғни тақияның астыңғы жағына жіпті өткіземіз да, соған цепті тігеміз. Ал басқа шетіне мен осы қалған 2 моншақтан жіпті өткізіп, соған моншақтарды қадаймын. Қалған моншақ және осындай ақ моншақтар. Сосын соңғы моншақтан қайта өткіземін да, жоғары қарай тағы да жіпті өткізіп, солай тігіп аламын. Ал келесі тақияны дәл солай шеттерін алып тастаймын. Жіптерін ол өте оңай болды, ішін жіп екен. Және тағы да осындай цеп тауып алдым. Бұның бәрін біз киімдерден аламыз, жаңағыдай, яғни сондай элементтерін тастамаймыз, сөйтіп сақтап қоямыз. Менен сондай кішкентай лайфхак болсын, тастамаңыздар сондай элементтерді. Жалпы осылай жіптерін алып тастадым. Кейіннен мен енді цепті жаңағыдай тақияда емес, басқа шағып тіккім келді. Яғни тақияның астыңғы бөлігін емес, мына тұрған қырындарына осылай цептарды тіккім келді. Салбыратып, солай әдемі болып тұрады осылай. Негізінде мне повезло, реально, себебі анау ұзындығы ровно жетті. Мен өйтіп ойлаған жоқпын. Әшейін жай шетіне ма, немесе артына ма сөйтіп тіген ба десем, кәдімгідей барлық бөлігіне жетті. Цепті тігу өте қатты қиын емес. Жай ғана жіпті осындай бөліктерден ортасынан өткізесіздер, солай тіге бересіздер. Жалпы осындай лайфхакты пайдаланыңыздар, бұрынғы тақияларды осылай әдемілеп, әшекейлеп тағаласыздар. Наурыз құтты болсын тағы да. Қазақша әшекейлер, қазақша киімдер дами берсін, модернизация бола берсін. Сіздермен болған мен Арау Санхан. Менің арнама бірінші рет келіп тұрсаңыздар, қош келдіңіздер. Міндетті түрде подписаться етіңіздер. Видеоны лайк басыңыздар. Сіздеріңізге көп рахмет. Сау болыңыздар. Жаңа жыл құтты болсын.